Сәлем достар. Барлық адамдарда өзіндік қорқыныштары болады. Бірақ сол қорқыныш кейбір адамдарда екі есе үрейлі болуы мүмкін. Сіздермен бірге дұрыс қадам арнасы. Бүгін әлемдегі ең кең тараған фобиялар жайында айтамыз. Энисофобия. Сыни көзқарас пен айыпталудан қорқу. Мұндай фобияға ұшыраған адамдар әдетте өз-өздеріне сенімсіздік танытады. Олардың ойын, егер мен мұны дұрыс істемесем бастықтан ұрыс естимін деген ой жиі мазалауы мүмкін. Яғни энисофобияға ұшыраған адамдар жауапкершілікті тым күрделі әрі үрейлі қабылдайды. Гомофобия, қаннан қорқу. Мұндай адамдар мұрын қанағанда немесе қолын кесіп алғанда өз-өздерін ұстай алмайды. Тіпті біреу қолын кесіп алса да қорқа береді. Көп жағдайда гомофобияға шалдыққан адамдар қан көрсе есінен танып қалуы мүмкін. Акрофобия, биіктіктен қорқу. Акрофобтар тіпті баспалдаққа, шатырға немесе орындыққа шыққанда да қорқады. Биіктіктен үрейлену көбінесе құлап кету қаупімен тығыз байланысты. Акрофобтар биіктікте тап болған жағдайда не істерін білмей қорқып тұрып қалады. Аэрофобия, ұшудан қорқу. Мұндай адамдар көбінесе ұшақты көргенде де қорқады екен. Аэрофобтарда акрофобия болмайды. Олар биіктіктен емес, тек ұшудан ғана қорқады. Клаустрофобия, жабық жерде қалудан қорқу. Клаустрофобиясы бар адамдар үрейге жол бермеу үшін жабық жерде ұзақ қалмауға тырысады. Өйткені мұндай жерде олар өздерін өте нашар сезініп, қорқынышқа жол беріп қояды. Коулрофобия, сайқымазақтардан қорқу үрейі. Коулрофобияға шалдыққан адамдар сайқымазақтарды аса қатты жақтыра бермейді. Фобияның осы түріне балалармен қоса ересек адамдар да шалдыққан екен. Ұзақ жылдар бойы ғалымдар коулрофобияның негізгі себебі қорқынышты фильмдерді көргеннен деп айтып келді. Яғни, Оно, Джокер деген секілді. Бірақ 2008 жылғы зерттеулер мұны жоққа шығарды. Яғни, қорқынышты фильмдер мен кітаптардың бұған ешқандай да қатысы жоқ. Қорқыныш адамның макияж жасалған бетіндегі бет эмоцияларын түсіне алмауында. Яғни, коулрофобиясы бар адамдар сайқымазақтың бетіне жағылған макияждан олар зұлымдықтан күліп тұрма, әлде көңіл көтеру үшін күліп тұрма, соны ажырата алмайды. Достар, егер осы видео ұнаса арнаға жазылып, лайк басып, каналымызды қолдап кетіңіз.